Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында компот қайнататын боламыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға суымызды құйып, сарқылдатып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін барып, өзіңіз қалаған жеміс-жидекті, менде бұл жерде шиені алдым, осылай салып, және де алманы салдым. Барлығын осылай салып, дәміне қарай өздеріңіз тәтті болғанын қаласаңыздар, молырақ қантын салып, қайнағанға дейін қатты отта қайнататын боламыз. Осылай қайнағаннан кейін бетіне көпіршіктері шығады, бұны алып тастаңыздар. Содан кейін барып баяу отқа қойып қоямыз. Шамамен 1 сағаттай қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін алдымен бөлме температурасында суытып алып, кейін холодильникке қойып қойыңыздар. Ішер кезде міндетті түрде салқындатып ішкен жөн. Міндетті түрде жасаңыздар, бұл сіздердің ағзаларыңызға өте пайдалы.